Сәлем сіздермен бірге дәке кодер. Бүгін біз курсор деген жасанды интеллект орналасқан VS Code бар ғой. VS Code'ты білесіздер ме? Сол туралы айтамыз. Бұл өте қажап нәрсе. Егер сіз алдыңғы видеода көрсеңіз, мен жасанды фотошопты қазақша аударып дедім ғой. Соны осы курсор арқылы аудардым. Енді соны көрсетейін қалай аударғанымды. Естеріңізде. Міне фотошопты көрсетейін. Мұнда міне терезе толығырақ, бізде толығымен қазақша. Photoshop бәрібір. Сол сайттан мен аударманы көшіріп алған болатынмын. Бұл кәдімгі VS Code сияқты файлды ашасыз. Міне 0.js деген бізде фотопидің ішіндегі. Мен соны мұнда келіп чат немесе композер деген бар. Мысалға мен композер дегенге өтейін. Мұнда жазам. Орысша жаза береміз. Привет, переводи. Ну, в таком формате. Казахский язык. Деймізді қосылып те қоямын да. Мысалға файл, перевод и так дальше деймді. Этот перевод записывай на новый файл JS дейміз. Хватит 5 строка дей салайын. 5 строка. Все. Сосын барамыз да, мұнда интерді басамыз. Міне, мұнда 50.js деген создать етілді дейді. 50.js дегенге кіреміз. Міне, новый файл. Сосын мына жерде accept all деген бар, соны басасыз, болды. Бітті, дайын. Мен солай барлығын аударып болдым. Болды. Осылай жұмыс жасайсыздар, курсор түсінікті деп ойлаймын. Бізде чат туралы айтып өтейін. Чат ол бізде осылайынан сөйлесесіздер. Сосын осы жерден скопировать етесіздер, дәл ChatGPT-ден скопировать еткен сияқты, бірақ мына жерден ыңғайлы. Енді бізде мынандай мәселе бар екен. Ол бізде мынау не бойынша upgrade to pro деген қарап өтейік. Бізде free болса 50 слов 2000 compilation дейді. Сондай мен бітіп қойған ғой деймін. Түсініксіз бірдеңе. Мынаны түсінбедім. Бірақ сізде 50 не болады? Slow Premium Request 2000 compilation. Мен 2000 болып қоймаған шығар деп 2000 рет жасадым. Онда бізде профессионалдық версия. 2 апталық не екен. Достар, осымен видео аяқталды. Міне курсордың бағдарламасын несін көрген шығарсыздар. Жеке өзіме таңғаларлық нәрсе, себебі сіздің орныңызға нені жазасыз, сізге жасап береді. Бірақ сол баяғы бізге подписка керек. Сізбен бірге болған дәке док кодер. Сау болыңыздар. Пока-пока-пока. Чау.